Қазір мен сетевой маркетингтің былықтарын айтайын деп отырмын. Өзім негізінде вообще 6 жылдай. 3 жыл Forever Living Production, Aloe Vera, и қалған 3 жылда кіріп, шығып, Global Trend, Каусар, одан кейін барып, Alive Max, тілдің астына шашатын спрей, сол тағы шетелдік напиток бар ғой, білесіздер ғой, порошок напитокке араластыратын ше. Сондай сетевойларға кіріп, шығып жүрдім. Бірақ кухнясын бәрін көрдім. Енді байқағаным, сетевой маркетингте негізінде өзінің адамдары болады. Мынау өтірікті шындай айтатын, шындықты құдайдай айтатын адамдар болады өзі. Олар бір жерде тұрақты алмайды. Мысалы, адамның артынан команда ертеді да, 1-2 жыл жаңағыдай бас жағында ақшасын алады да, и басқа жаңадан компания сетевой шығама соған тайып тұрады. Былайша айтқанда жауапкершілігі жоқ та. Ол жерде сетевойда мен сияқты өтірік айта алмайтындар бар ғой, істей алмайды екен. Себебі барған кезде мен көрдім. 1 айда, 2 айда машина алып жатырық деген кезде көбісі кредитке, болмаса өзінің жағдайы бар, болады ғой бір келіншектер, алдында ақшасы бар, болмаса машина ақша жинап жүрген, сондайлар алады да, соны қызықтырып айтады. Одан кейін қараңыздар, сетевойдың мен баттарын тоже зерттеп көрдім, негізі емдемейді ауруды. Бір болады, бірең сараң адам емделеді. Неге? Потому что олардың потогы ашық болады. Олар ауырдым деп жүреді да, сетевойға барады да, құрғақ жаңалдегідей. Ол жерде мотивацияны өлтіреді ғой. Ой, сен жазылып кетесің, анау кәрі 70 жастағы осындай болды деп айтқан кезде, адамның ішінде установкасы оянып кетеді да. И мынандай бар ғой, мысалы, потокта болған кезде армандау керек деп не үшін айтады? Психологтар, психотерапевттер. Сол кезде тез орындалады. Сол үшін ол адам барады, ауырып, сырқап барады да, и поток ашылып кеткен кезде соған бір әсер еткендей болады да бат. Негізі баттардың көмектескен емес та. Себебі менде зоб бар ғой. Мен зобымды Global Trend деген бар, Aloe'ның несі бар. Қаншасын іштімше, зобымды ішем, и барып тексерілем, жоқ. Сол күйінде, керісінше, наоборот, асқындырып алам да. Сол кезде мен түсіндім, ол жағатын адам бар, жақпайтын адам бар. Бірақ бат бар ғой, ауруды емдейді дегенге мен сенбеймін. Сол сетевойда ақша табады дегенге тоже сенбеймін. Бір бас жағындағылар бір болады, 1% дей берейінші, әбден сетевойдан секіріп жүргендер, солар табады. Олар енді айтып отырмын ғой, прям адам сендіріп, мотивацияны өлтіріп береді да, ары қарай сенде шаруасы жоқ. Бұл жауапкершіліктен уже жұрдай болады да ары қарай.